Бенджамин Баттонның «Жұмбақ оқиғасы» атты фильм есіңізде ме? Аталған картинада Баттон 70-тегі қарт боп дүние есігін ашып, сәби боп өмірден өтеді. Мұндай таңғажайып оқиға кітаптар мен киноларда ғана емес, шын өмірде де кездеседі екен. Таныс болыңыздар. Сосо Ламидзе. Сәлем достар. Пайдалы ақпарат арнасына қош келдіңіздер. Сосо Ламидзе Кеңес одағы кезінде шал лақабатымен белгілі болған алаяқ. Ол 15 жасында Тбилисиде ең білікті ұры ретінде танымал болған. Алайда, өзінің мансаптық жетістіктеріне қарамастан, Сосо жеке өміріндегі сырт келбетінің өзгерістеріне байланысты әйгілі болған. Нақтырақ айтқанда, кейіпкеріміз жыл сайын қартаюдың орнына жасарған. Ламидзе 1942 жылы Грузия астанасы Тбилисиде өмірге келген. 25 жасына дейін кәдімгі адамзат баласындай рухани тұрғыдан, физикалық тұрғыдан да жақсы дамып жетілген. Бірақ 25 жастан кейін бәрі керісінше болып, қартаюдың орнына жасара бастаған. Бірақ оған өкінген Ламидзе жоқ, қайта қуанған. 40 жасқа толған жасөспірімнің бейнесіндегі ол алаяқтықпен адамдардың қалтасын қағып отырған. Мысалы, анау-мынау емес, Эдуард Шевернадзенің швейцариялық алтын сағатын ұрлап кеткен. Грузияның болашақ президенті оны қайтару үшін төлем төлеуге мәжбүр болған. Сосын партияда лауазымды қызмет атқарған Михаил Георгадзе парамен ұсталып, өз-өзін атып өлтірген кезде үйінде миллиондаған сом ақша, ақш доллары, Англия фунт стерлингі қалған екен. Оны біліп қалған Ламидзе 15 жастағы оқушыдай мектеп формасын киіп барып, Георгадзенің жесірін алдап, аталған үйді тонап кеткен. Осылай байыған Сосо Ламидзе бір күні Мәскеу қайдасың деп тартып отырған. Мәскеуде бүкіл одақтық эксперименталды морфология және геронтология ғылыми зерттеу институты бастығының орынбасары Семен Далакишвили оған назар аударған. Кейінірек КСРО денсаулық сақтау министрі Евгений Чазов та үнемі жас науқастың халін тексеріп отырған. Кремль дәрігері Атаманенконың түсіндірмесі мынадай: Ламидзенің физикалық жағдайы туралы бірдеңе деу қиын. Мен бұл науқасты бір-ақ рет көрдім. Әрине оның генетикалық ауруы бар. Сыртқы қартаю процесі баяулап, кейде ондаған жылдарға созылатын жағдайлар белгілі. Ламидзенің сенсациялық жасаруын түсіндіруге болады. Ол жасарып жатқан жоқ. Бұл сирек кездесетін құбылыс. Бұл оқиғаны растау үшін Атаманенко Ламидзенің 36 жастағы сүйіктісі Тамарамен бірге түскен суретін жариялаған. Суреттегі адам шынымен мектеп оқушысына ұқсайды. Сосо Ламидзенің сырт келбетіндегі өзгерістерге баға беретін басқалай суреттер табылмаған. Сонымен қатар Атаманенко Сосо Ламидзе жыл сайын өсудің орнына шөгіп отырғанын хабарлаған. Адам омыртқасының қисаюынан немесе омыртқа аралық дискілерінің шөгуіне байланысты бойы төмендеуі мүмкін. Алайда ғылымда адам сүйегі өсудің орнына кішірею жағдайы болмаған. Бұл табиғаттың барлық заңдарына қайшы құбылыс. Сосо Ламидзені зерттеген дәрігерлер мұндай таңғажайып патологияның себептерін тап басып айта алмаған. Ламидзенің жасаруы 30 жылға жалғасты. 56 жасқа қараған шағында қайтыс болды. Бірақ көргендер табыттағы адам 56 жастағы ер адам емес, 10 жастағы балақайға қатты ұқсайтынын айтатын.